Азизе Дуйгудың үйіне жұмысқа келіп жүреді. Сол күні Дуйгу достарын қонаққа шақырған еді. Мас досының Азизеге көзі түсіп, Азизенің жанына келіп құшақтап тиісе бастайды. Азизе қорқып кетіп, жолама дедім ғой деп пышақ алып шығып қорғана бастайды. Олардың дауыстарын естіп Дуйгу жүгіріп келеді де, досына "Сен не істеп жатырсың, оңбаған, қызда нең бар" деп ұрып, үйінен қуып шығады. Азизе қорқып әжетханаға жасырынып қалады. Дуйгу Азизеден кешірім сұрап, "Мен оны қуып шықтым, мені кешірші, мен оны шақырғым келмеген, өзі келіпті, міне мынаны алшы" деп тамақ салып беріп, "Мен саған әлі ақшаңды берген жоқпын ғой, ертең кел өтінемін, қаласаң айлық ретінде беріп тұрамын, ай сайын, бірақ ертең келші" дейді. Қорқып қалған Азизе жанына жақын келген Зылихаға "Жібер мені" деп айқай салады. Бауырлары "Бәрі дұрыс па" деп шошып кетеді. Азизе "Иә, бәрі дұрыс, шаршап қалғаным болмаса" дей салады. Зылиха "Бүгін Джемо да біртүрлі" дейді. Содан Джемо өзін кафеден жұмыстан шығарып жібергенін айтады. Енді қоқыс жинап жұмыс істеп жүргенін айтады. Фидан "Енді аренданы қалай төлейміз? Әпкемнің жұмысы бар, оған да шүкір" дейді. Болған жағдайдан шок алып қалғанына қарамастан Азизе амалсыздан Дуйгудың үйінде жұмыс істеуін жалғастыратын болып шешеді. Зылиха Сүхайлаға тігін тігу жағынан көмектесіп, ол да жұмыс тапқанын айтады. "Сенімен бірге барайықшы, біздің мына жерде ішіміз пысады" деген Фиданға Зылиха "Мен ол жерде жұмыс істеймін, сендерді топырлатып қалай ертіп барамын, осында балымның жанында бол" деп тастап кетеді. Зылиха мен Юсуфтың аралары жақын бола бастайды. Юсуф Зылихаға "Мен саған анаңның білезігін қайтарып беремін, керек болса сатып аламын, екінші жұмыс тауып білезікті қайтарып беремін" дейді. Солай Зылиха тігін тігуге келгенде Юсуф та сол жерге келіп Зылихаға көмектесіп жүреді. Екеуі сөйлесіп отырғанда Юсуф Зылиханың қолынан ұстайды. Сол кезде Фидан келіп қалып, екеуін көріп "Не істеп отырсыңдар? Бізді ерткің келмеген себебі осы екен ғой. Сенің өтірігіңді енді тыңдамаспын. Жұмыс істеп отырғаның осы ма" деп айғайлап, тапсырыспен тігілген көйлекті жыртып тастайды. Неджлал келіп қалады. "Мына көйлектің құнын сендер төлейтін боласыңдар" деп ол жынданады. Фидан мен Зылиха айқайласып жатқанда Азизе келіп қалады. Фидан оған "Зылиха жұмыс істеймін деп Юсуфпен жеке кездесіп жүр екен" дейді. Зылиха "Өтірік айтады, Юсуф жай ғана маған көмектесті" дейді. Фидан "Мен көргенімді айттым, ағама да айтамын" дейді. Зылиха "Сен үнемі осындайсың, мені үнемі қызғанасың, не болды, Юсуфке өзің ғашық болып қалған жоқсың ба" дейді. Азизе "Болды, қойыңдар, жағдайымыз онсыз да мәз емес, Джемоға ештеңе айтушы болма" дейді Фиданға. Сол кезде Джемо келіп қалып "Нені маған айтпауы керек, менен не жасырып отырсыңдар, айт" дейді. Фидан Зылиха мен Юсуф қол ұстасып отырғандарын өз көзіммен көрдім дейді. Джемо жынданып "Рас па Зылиха" дейді. Зылиха "Сен мені тергеудің астына алатын анам да әкем де емессің" дейді. Джемо ашуға булығып Зылиханы шапалақпен салып қалады. "Мен сендерге олардан аулақ жүріңдер деген жоқпын ба" деп есік тұрып, үстелді лақтырып, Азизенің бүгінгі алып келген тамағын төгіп тастайды. Джемо сыртқа шығып отырған кезде бұрынғы жұмыс істеген жеріндегі бастығы өтіп бара жатып, Джемоны көріп қалып, "Джевдет ағайдың артына тығылып алыпсың ғой, Джевдет ағай Имрахтың өзіне сынған терезені жөндеп бересің" депті. "Имрахтың не айтқанын білесің бе? Юсуф сенің сіңіліңе ғашық болып қалыпты, сен сол үшін жиналып отырған шығарсың" дейді. "Мен сені өлтіремін" деп Джемо оған қарай атылады. "Анау адам маған не үшін жынданасың? Ашуыңды Юсуфтен ал, ол қазір көкесі Джевдеттің жанында" дейді. Дәл осы кезде Явуз Джевдетті тауып оның дүкеніне келген еді. Джевдетке "Менің сағатым сынып қалды" деп көрсетіп, оны біраз әңгімеге тартады. Джемоны іздеп шыққан Азизе мен Зылиханы Юсуф көріп, Джемоны өзі тауып әкелетінін айтады. Джемо Джевдеттің дүкеніне енді кіре бергенде Юсуф оны ұстап қалып, "Зылихаға не істегенсің" дейді. "Былай шығайық, екеумізді көкем көргенін қаламаймын" дейді. Джемо "Мен саған менің бауырларымнан аулақ жүр дедім ғой" деп Юсуф қатылады. Солай екеуі сол жерде төбелесе кетеді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта Қорғансыздар түрік сериалы бөлімдеріне каналымда шолу жасайтын боламын. Рахмет.